Өмір сырлары 3 бөлім. Кеш батқанда сыртқа шығып, аспандағы жымыңдаған жұлдыздарға қарап, екеуміз ұзақ сырластық. Болашағымыз жайлы армандадық. Үйлену тойымыз, тіпті қанша баламыз болатынына дейін болжап, ерекше бір сезімді басынан кешіп жатқандай едім. Осылай отырғанымызда еркін мені өзіне жақын тартып, құшағына қысып, аймалап сүйе бастады. Мен оны осыдан артыққа бармайтын шығар деп сендім. Алайда еркін өз-өзін ұстай алмай сол түні мені пәктігімнен айырды. Алайда ешқандай пәктіктің белгісі болмады. Бұл жағдайға өкінгеніммен өте кеш еді. Сөйтіп таңертең еркін, сен ештемені уайымдама жаным, екеуміз бұйыртса үйленеміз, барлығы жақсы болады, ал өткен түндегі жағдай жайлы ешкімге айтпай-ақ қой деп бетімнен сүйіп кетіп қалды. Мен оның сөздеріне сеніп қала бердім. Бұрынғыдай сөйлесіп жүре бердік. Дегенмен мен оны құрбымнан қатты қызғанатын едім. Өйткені еркін, мен Жанарды бірден тастай алмаймын. Қолайлы сәтті күтіп жүрмін. Қазір бірден кесіп айтсам, өз-өзіне қол жұмсайды ма деп қорқамын деген соң, мен де өзімді Жанардың алдында кінәлі сезініп үндемедім. Бастысы ол менің жанымда ғой, мені сүйеді, екеуміз үйленеміз ғой деп сезімнің жетегінде жай барағат жүре бердім. Содан күз айы келіп мен қалаға оқуға кеттім, ал еркін туып өскен жерінде қала берді. Екеуміз күн ары телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Содан бір күн әдеттегідей кешке қарай жігітіме қоңырау шалып едім. Телефон тұтқасын Жанар көтеріп: "Салтанат, еркін душта жуынып жатыр" дегенде біреу төбемнен суық үйіп жібергендей болды. Тамағым қарлығып, көмейіме ащы өксік келіп тығылды. Қолым дірілдеп телефон тұтқасын тарс еткізіп қоя салдым. Іштей "сатқын" деп қайталай бердім. Өзімнің де жібермей жеттім. Жанармен көңіл қосып жүргенін біле тұра, өзіме де обал жоқ. Ақымақпын деп өткен іске қатты өкіндім. Сонан кейін еркінді мүлде өмірімнен сызып тастадым. Өзегімді өртеген өкініштің барлығын артқа тастап, бар ынта-ықыласымды оқуыма аудардым.